Қалайсың, Израиль? Мен жігітім. Шыны керек, бүгін сенің күткен нәтижен болған жоқ. Соңғы раундтарда жеңіп бастап жатқан сияқты едім, бірақ та Дрикус бұны тоқтатты. Дюплесси, шыны керек, сен бұндай жекпе-жекке қандай баға қоясың? Дюплесси немен ерекшеленді? Шыны керек, мен үшін жекпе-жекті қайтадан қарауым керек. Мен ол жақта басым айналды деп айта алмаймын. Аяғым тайғанады. Сосын не болып кетті дедім. Ары қарай мен есімде жоқ, бәрі бұлдыр болып тұр. Барлығы 20-30 минуттың арасында болғанымен мен әлі де есімде жоқ. Мен қолымды жоғары көтеріп отырдым, бірақ та қандай қателік жасағаным әлі есімде жоқ, бірақ ол менің арқамды алып алды. Және Гейблдің қылқынуына түсіп қалдым, оның қолдарында шеше алмадым. Сөйтіп кекірік. Маған қайтадан жекпе-жекті толық қарау керек. Толықтай түсіну үшін не болған. Бірақ өзім жақсы сезінем. Ол мені ештеңкемен таңғалдырған жоқ. Оның қара күші болды, мен оны білдім. Мен өзімде қара күшім бар екенін түсіндім, себебі бүгін салмағымды өлшегенде 3 килограммға ауырырақ болдым. Содан бүгін көргілерің келсе, мен 91-де 5 килограмм болып тұрдым. Сондықтан өзімді мықты сезіндім, күшім бар. Жеңем деп ойладым. Мен оны ұрдым 3 рет денесінен. Сол кезде оның дауысын естіген болатынмын. Мен көп айта бермеймін, бірақ естідім оның реакциясын. Бірақ қайтадан айтам, ол өте мықты жігіт. Бірақ та мен өз-өзіме ренішім бар деп айта алмаймын. Мен осы дайындықты қалай өткізгенім үшін мақтанам. Және жеңілген сұмдық жаман екен. Бірақ та мен айтқым келген өзіме және достарыма қатты қуанам. Кайт Дерефланс жақсы талдырды. Дэн Хукер керемет сұмдық мінезімен бізді таңғалдырды. Бірақ та мен осы кеште өзім дұрыс көрсете алмадым. Дюплессиді барлығы қолапайсыз төбелеседі және де қара күші көп дейді. Сен онымен шыққан кезде қалай сезіндің? Ол шынымен де қолапайсыз ба немесе күші қатты ма? Бәрі болжамды болды. Және ол қатты ұрады. Менің аяғымнан жақсы ұрған, бірақ мен оны аса қатты сезінбедім. Бірақ қатты ұрады. Әр соққыда салмақ бар. Бірақ мен ойымша оны баяғыдан ұстап алуым керек еді. Аяқпен ұрдым, бірақ та жепті көбірек ұруым керек еді. Бірақ өзімнің шыдамдылығым жақсы сезінем өзімді. Бірақ ол мықты екен. Духы мықты, қайтпас. Мен оны итеріп тұрдым, бірақ та ол да мені итерді. Сосын мен жақсы қашып жүрдім. Ол қайтадан да болжамды болып қалды. Шығып жүрдім. Бірақ қайтты. Мен қайтадан тарихқа кірдім. Ешқашанда 2 қатар рет жеңілген емеспін. Көреміз не болады. Барлығы да бұл жекпе-жектің қаншалықты маңызды болғанын білеміз. Сен жеңілдің, бірақ та құрмет кетті. Сен енді қалай қарайсың бұған? Қайта құрметті жинау үшін тырысасың ба, әлде? Жоқ, мен қайта тырыспаймын. Ол маған үлкен құрмет берді, мен оған үлкен құрмет бердім. Және де мен білем, ол менің жанкүйерім болған. Мен енді оның жанкүйерімін. Және мен оған оңтүстік Африкаға барып бірге жүрсек болады дедім, бірақ та мен оған айттым, егер екінші рет жекпе-жекке шықсақ, мен сені өлтірем дедім. Ол маған, мен де сені өлтірем деді. Дрикус ол қазіргі чемпион, африкалық. Бірақ та 3 африкалық чемпион әлі де қалды. Ол әзіргі Африканың жаңа заман адамдары үшін чемпион болып қалады. Мен оны құттықтадым осы кеште. Келесі кездеспей тұрғанша. Изи, мен мына жақтамын. Изи, сенің бүгінгі нәтижеңе жанашырлық танытамын, бірақ та сенен сұрағым келіп тұр. Кеше сен тағдыр деген сөзді қолданған едің. Осы тағдырдың саяхатында жүрмін деп.
қазір енді сен сездің, иісін сездің осы жекпе-жектің, бүліктің. Енді қазір қандай жолдасың? Әлі де тағдыр жолындамын. Негізі қызық осы сызық, тағдыр сызығы қалай бұрылатыны. Белгісіз ешқашан сенің ойлағаның, сенің жасағаның, сенгенің бола бермейді. Кейде біртүрлі нәрселер болып тұрады, бірақ бұның барлығы тағдыр, себепсіз ештеңке бола бермейді. Осылай болу керек болды. Иә. Бұл әлі менің тағдырым. Бұл жақта сөз белбеу жайлы емес, тағы да басқа жайлы емес. Мен өзімді қалауымды жасаймын. Осы ойынды, шоуды бітіру үшін жасадым. Және ары қарай тағдырмен жолыммен жүрем. Дюплесси, сен қолғаптарыңды шешкенге қарағанда сені зейнетке шығып бітіреді деп ойлады карьерасын. Не ойлайсың ол жайлы, не айтасың бізге? Жоқ, адамдар айта береді ондайды. Ешкім білмейді не болатын. Бүгін бар, ертең жоқ. Бүгін осы клеткаға да кірмей қалуын мүмкінсің. Сондықтан мен әрбір минутымды, жекпе-жегімді соңғы секілді өткіземін. Менің қолғап шешкен себебім ол қатты қысып тұрды. Ол басы қатты екен, қатты ұрдым, ауырып кетті. Ол сынған да жоқ, ештеңке болған жоқ, тек ауырып тұр. Сол үшін шешіп тастадым. Бірақ ешқандай да зейнетке шығу сөз болмады. Мен ешқашан кетпеймін, өзім кеткім келмегенше. Сонымен Адесanya екінші қатар рет жеңілген болатын. Не ойлайсыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Қазақ бауырларыңызды қолдауды ұмытпаңыздар. Тіркеліп арнаға лайк басып, комментарийда қолдап кетіңіздер. Сау, саламатта, аман болыңыздар.